Ассалаумағалейкум. Құдай қаласа тезектеріміз жартылай кеуіп қалған екен 3 күнде. Естеріңізде болса, өткенде жаңа көң акып келген едік. Жоғарда үйлі тұр. Соны мен құрғатып және ылғалдап, сосын бір шайып шұбалшандарға салған едім. Сақтық шарасын қолданам деп. Көң жана бордақының көңі ет. Енді бүгін өздеріңізбен бірге ашайық. Мен әлі ешқандай ашқан жоқпын. Арадан 3 күн өтті. Шұбалшандар өтті ме, өтпеді ме, соны көрейік. Бірең сараң шұбалшандар жүр. Естеріңізде болса, мен үстіне де салған едім шұбалшандарды. Асты жағынан қарасам, бір шұбалшан жүр. Көң жарамды екен. Осылай жай-жай свежий көңге шұбалшандар не істейді? Өтеді. Қараңыздар. Жақсы, мінекей. Асты жағынан да жүр шұбалшандар. Енді мен не істеймін? Құдай қаласа, мен өзім кеш қайтып жатырмын жұмыстан. Ертең жоғарғы жақтан осы кепкендерін алып, мынау құдай қаласа 3 айлық шұбалшан бар. Қарасаңыздар, борт пәсиіп қалған әдәуір. Осыларға азық ретінде бір 5 см, 4-5 см нені саламын. Көңді салатын болам. Жерде шұбалшандар. Бүгін өте күн ыстық болды. Шұбалшандар сәл пәске түсіп кеткен сыңайлы. Қазір су шашып, беттер құрғақ бапты. Су шашып, неған сон. Өздері кейін сәл жайғасады қазір енді. Сәл жылы боп тұр көң. Күн енді батты бізде. Қысқа нұсқа видео болды. Мінекей үйден шыққан картошка, сәбіз, анау-мынау солардың нелерін азық ретінде қосымша тастадым. Тастап қоям. Жаңағыдай. Бәрін жайғастырып жасайтын болам енді. Кеш қайтып жатырмын. 3 күндей болды. Кеш қайтып бір жұмыс алған ем сон. Жарайды, онда видео қызықты болған болса, лайк басыңыздар. Комментарияға сұрақтарыңызды қойыңыздар. Подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.